Барлықтарыңызға қайырлы күн. Ас үй бөлмесінің жинақы, таза әрі әдемі болуы үй ханшайымдарына байланысты. Сондықтан бүгін сіздерге ас үй сырларының бір бөлігімен бөліскім келіп отыр. Егер сіздерге видео қызықты болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қасық және шанышқылардың арасында және оның оюларының арасында кетпей қалған кір майларды оңай жолмен бірге кетіріп, күмістей жалтырататын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, нәтижесін көріңіздер. Ең алдымен кастрөлге қасықтарымызды салып, үстіне су құямыз. Қасықтар міндетті түрде батып тұруы тиіс. Сосын 2 ас қасық соданы қосып, газға қойып 5 минут қайнатып аламыз. Видеода көрініп тұрғандай қасықтағы кір майлар еш қиындықсыз өздері ғана бөлініп шығып жатыр. 5 минут қайнағаннан кейін біраз суытып аламыз. Суығаннан кейін қасықтарымызды алып губкамызбен бір сүртіп алсаңыз, қасықтарыңыз жалтырап шыға келеді. Ешқандай қырғышпен қырмайсыздар, өте жеңіл жолмен бір губкамен сүртіп алсаңыздар болды. Бір жуып шаясыздар, еш қиындығы жоқ, оңай жолмен жасалынады. Жалтыраған қасықпен сосын тамақ жегеніңізде рахаттанып, демалып, тамсанып тұрып тамақ жейтін боласыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мына суреттегі қасықтар сарғайып, кірленіп кеткен қасықтар. Енді нәтижесі вау болған ғой. Енді қараңыздар, қалай әдемі жалтырап тұр. Егер видеом пайдалы болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, комментарияға дәл осындай ас үйдің сырларын бөліссін десеңіздер, плюс қойып кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Арайлым.